Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі қарастыратын есептің біріншісі. Үшбұрышты пирамиданың барлық бүйір қырлары төбірасты 40 см-ге тең, ал табанының қабырғалары 10 см, 10 см және 12 см. Үшбұрышты пирамиданың биіктігін табыңыз. Біз ол үшін бірінші үшбұрышты пирамида салып аламыз. Байқағаныңыздай, үшбұрышты пирамиданың табанында тең бүйірлі үшбұрыш жатыр. ABCD үшбұрышты пирамида, бүйір қырлары төбірасты 40-қа тең, AD, DC және DA. Төбірасты 40 см. Қабырғалары VS мен AC тең деп алайық, 10 см. Және AV бізде 12 см. Биіктігін табуымыз керек. Бұлай етіп биіктік түсіретін болсам. Енді біз биіктігін қалай табамыз? Өзіміз білетін формулаларды қолданамыз. Мысалы, табанында жатқан үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табатын болсам, үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын табу үшін үш қабырғасының ұзындығын көбейтіп, оны ауданына бөліп тастаймыз. Біз тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын таба аламыз. Ол үшін қандай формула қолдануға болады? Тең бүйірлі үшбұрыштың ауданын табуға, мысалы, Герон формуласын қолдануымызға болады. Герон формуласы бірінші жарты периметрді тауып аламыз. 10 қосу 12-ні 2-ге бөліп тастаймын. 32-ні 2-ге бөлеміз, 16. S тең болады. Төбір астында 16 көбейтемін. 16-дан 10 аламын, 6, тағы да 6 және 16-дан 12 аламын, 4. 16-дан төбір астынан 4 шығады, 2 6-дан 6 шығады және 4-тен 2 шығады. 24, 48. Ауданы 48-ге тең. R-ді тауып алам. R тең болады. 10 көбейту 12 бөлу 48. Қысқартамын 4, қысқартамын 2, 5, сонда 25. Радиусы 25-ке тең. Радиусы 25-ке тең болса, онда биіктікті табамыз. Сонда H тең болады. 40, төбірасты 40-тың квадратынан 25-тің квадратын азайтамыз. Ой, мына жерде 4 еселенгені бар екен ғой. 4 еселенген. Сонда 25-ті 4-ке бөлемін. 4-тен 25-тің квадраты. Мына жерде формуладағы 4-ті ұмытып кетіп отырмын. Так, төбірасты 40-тың квадраты 40, азайту 16-дан 25, 625. Тең болады 16, 16-ны 40-қа көбейтсем 640-ті. 640-тан 625-ті азайтамыз. 15, 16, сонда 4-тен төбірасты 15. Жауабын жазамыз. 4-тен төбірасты 15 сантиметр. Неке бір формула қолдандық. Екінші формула, Герон формуласы, және үшінші Пифагор теоремасын қолдандық. Келесі есеп теңсіздіктер жүйесін шешіміз. Бірінші теңсіздігіміз логарифммен берілген, екіншісі бөлшек рационал теңсіздік. Бірінші теңсіздікті шешеміз. Логарифм 2 негізді x қосу 1 артық логарифм 2 негізді 4 деп жазып аламыз. Негіздері бірде болғандықтан x қосу 1 артық 4-тен x артық 3-тен. Екінші теңсіздікті шешеміз. X азайту 7 бөлу x қосу 5 кем немесе тең 0. Алымын 0-ге теңестіреміз. X 7-ге тең болады. Бөлімі 0-ге тең болмау керек. X минус 5-ге тең. Сызып аламыз. Так, бірінші минус 5, 7 бізде қатаң емес теңсіздік, бояймыз, және 3 қатаң теңсіздік, ашық қалдырамыз. 3-тен үлкен сандар.
аралыққа бөлемін. Мына жақта 0 алсам минус, плюс. Бізге кем аралық керек. Сонда мына екеуінің қиылысуы. Сонда теңсіздіктер жүйесінің шешімі 3-тен 7-ге дейін 7-ні қоса алғанда. Келесі есеп өрнекті ықшамда. Ортақ көбейткіш шығарып аламын. X азайту Y. Мұнда X түбірастында X, Y әзірге жаза тұрамын. Бөлу, шақшаның үшін ортақ бөлімге келтіріп аламын. Және түбірасты X көбейту түбірасты Y-ті бір түбірдің астына жазамын. Мұнда тоқтауыш көбейткіштен беремін. Сонда X азайту Y түбірастында X, Y қосу Y тең болады. X азайту Y бөлімінде X түбірастында X, Y. Бөлуді көбейтуді алмастырамын. Мұнда да ұқсады. Түбірастында X, Y. Және мұнау бізде түбірасты X азайту түбірасты Y-дің квадратын береді. Мұна екі жақшаға жүктеуімізге болады. X пен X қысқарып кетеді. Түбірасты X минус түбірасты Y және түбірасты X плюс түбірасты Y. X, Y пен X, Y қысқарып кетеді. Түбірасты X минус түбірасты Y-дің квадраты. Қысқартамын, сонда қалады түбірасты X қосу түбірасты Y, түбірасты X азайту түбірасты Y. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Бірінші мына жерде жақшаны ашып алайық. X квадрат қосу 2 еселенген, екеуінің көбейтіндісі 8x қосу 16 тең болады 3x қосу 4. Барлығын бір жаққа шығарамын. X квадрат қосу 8x қосу 16 азайту 3x минус 40 тең 0. X квадрат қосу 5x минус 24 тең болады 0. Қосқанда минус 5, көбейткенде минус 24 шығатын сандар. 8 бен 3 десем, қосқанда минус 5 шығу керек. Сонда жауабы минус 8 және 3. Теңдеулер жүйесін шешу. 2-нің X қосу Y дәрежесі тең болады. 16-ны 2-нің 4 дәрежесі деп жазамыз. Так, мына жерде 2-ден 1-дің X азайту Y қосу 2 дәрежесі тең болады. 2-ден 1-дің 0 дәрежесі деп аламын. Енді дәреже көрсеткіштерін теңестіремін. X қосу Y тең болады 4. X минус Y қосу 2 тең болады 0-ге. X қосу Y 4-ге тең, X азайту Y тең болады минус 2-ге. Қосу тәсілмен шығарамын. 2x тең болады 2, X тең болады 1, Y тең болады 3. Теңдеулер жүйесінің шешімі 1-3. Теңдеуді шешіңіз. Бұл бізде тригонометриялық теңдеу. Синус 2x ол бізде береді 2 синус x көбейту косинус x. Мінекей осы формуланы қазір есеп шығаруда қолданамыз. 2 синус x көбейту косинус x минус 2 синус квадрат x тең 0-ге. Мен бөліп жіберемін синус квадрат x-қа. Мұнда 2 синус x көбейту косинус x бөлемін синус квадрат x минус 2 синус квадрат x-ті синус квадрат x-қа бөлемін. Сонда синус x пен квадраты кетеді, мына екеуі қысқарып кетеді. 2 косинус x бөлу синус x минус 2 тең 0-ге. Косинустың синусқа қатынасы бұл бізде котангенсті береді. 2 котангенс x тең 2-ге, котангенс x тең 1-ге. Дербес жағдай. X тең болады π бөлу 4 қосу пен n тиісті z-ға. Мінекей шешімі. Және мына жерде біздің синус квадрат x-іміз 0-ге тең болмау керек. Олай болса синус x тең емес 0-ге, x тең емес пен n тиісті z-ға. Теңдеудің жауабын жазамыз. X-іміз тең болмау керек пен-ға. Және x тең болады π бөлу 4 қосу пен n тиісті z.
Және бүгін қарастыратын соңғы есебіміз тағы да теңдеу. Логарифм 3 негізді тангенс x тең болады. Логарифм 3 негізді түбірасты 3. Себебі 2-ден 1 дәрежесі, 3-тің 2-ден 1 дәрежесі ол түбірасты 3-ке тең. Ары қарай тангенс x пен түбірасты 3-ті теңестіреміз. Тригонометриялық теңдеу шешеміз. Арк тангенс түбірасты 3 қосу пен n тиісті z x тең болады. Тангенс неше градуста түбірасты 3-ке тең? Ол 60 градус, пи бөлу 3 қосу пен n тиісті z. Теңдеудің шешімі x тең болады. Пи бөлу 3 қосу пен n тиісті z.